Наруто анимесіндегі Каноха Хокагелардың бірі Минато Намикадзе Қазақстан тарихында кім екенін білесіз бе? Ол Тәуекел хан. Қазір дәлелдеймін, өте қызықты. Минато көз ілеспес жылдамдығы үшін Каноханың сары найзағай атанса, Тәуекел ұлы даланың ең шапшаң әрі агрессивті соғыс шебері болды. Екеуі де Майдан даласында ешкім болжай алмайтын ең жылдам стратегтер еді. Минатоға өзінің жақын шәкірті Обитоға қарсы шығып Канохаға қауіп төндірсе, Тәуекел ханға да сол кезеңде ең жақын одақтасы досын деп санаған Бұхар ханы екінші Абдаллах опасыздық жасап қарсы тұрады. Обито сияқты Абдаллах та Тәуекелдің өмір бойғы ең басты әрі ең қауіпті жауына айналды. Минато ауылды тоғыз құйрықтыдан қорғап, соңғы шайқаста ерлікпен қаза тапты. Тәуекел хан да біздің құрамамыз болған сыр бойындағы қалалар мен Мәуереннахрды толық азат ету үшін күресте Бұхара түбіндегі соңғы шайқаста ауыр жараланып қаһарманша көз жұмады. Екеуі де мемлекеттің ең қиын шағында билікке келіп, оны жойылудан сақтап қалды. Тарих қайталанады. Келесі кезекте 3-ші Хокаге Хирозен мен Қайханды салыстыратынды ойлап көріңіздер. Комментке жазып кете аласыздар. Және де өз нұсқаны комментке жазып кет. Ал егер Обитода Тәуекел ханнан қателескің келмесе, комментке Минато деп жаз. Саған осы кезең бойынша хандар туралы арнайы шпаргалка беріледі.